Ұлылар ұлағаты каналына қош келдіңіздер. Лев Николаевич Толстой, көрнекті орыс жазушысы, ойшыл, әлемдік әдебиеттегі ұлы романистердің бірі. Шындық, мейірімділік, қарапайымдылық жоқ жерде ұлықтық болмайды. Арада махаббат оты бар неке ғана бақытқа кенеледі. Адамдардың бір-бірін дұрыс танымауы немесе шамадан тыс тануы олардың жақындасуына кедергі болады. Адамның көркі дұрыс өмір сүруінде, өмірдің көркі еңбекте. Көп адамның істері мен ойлары ақылы арқылы табылған нәрсе емес, көп жағдайда еліктеудің нәтижесі. Тіпті сәбилермен де шыншыл бол. Оларға өтірік айту арқылы жалған сөзге тәрбиелейміз. Балаларды тәрбиелеудің жалғыз жолы олармен шыншыл болу. Өмірде ештеңе тектен тек болмайды. Біз тағдырды қабылдамаймыз, қайта соны жасаушымыз. Білімнің санынан гөрі сапасы маңыздырақ. Көп нәрсені біле тұра, ең маңызды нәрсені білмеу білімді пайдасыз етеді. Ұлы шындықтар әрқашан түсінікті және қарапайым. Ең ұлы билік өз-өзіңді билеу. Уақыт бір орында тұрмайды, бірақ айтылған сөз бен істелген іс сол күйде қалады. Бақытты отбасылар бір-біріне ұқсас келеді. Ал әр бақытсыз шаңырақтың өзіне тән қиындықтары бар. Өз-өзіңді сыйлау мен өзімшілдік екі бөлек нәрсе. Ғылымның мақсаты адамға қызмет ету. Жүрекпен істеген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда. Шынайы бақыт өзгелер үшін өмір сүру. Қызға еліктейтін жігіттің сүйкімсіздігі секілді, жігітке ұқсасы келетін қыз да тартымды болмайды. Көпшілікпен өмір сүре отырып, жалғыз қалған кездегі тапқан ойларыңды ұмытпа. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Басқа қандай қайғы келсе де, өмірді бақытты, қуанышқа толы етуге болады. Уақыттарыңызды бөліп көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.